Қайырлы күн. Менің есімім Сенбаев Шоқан Майлыбайұлы. 18 жылдан бері білім саласында жұмыс жасаймын. Соңғы 8 жылда шетелге 450-ден аса балаларды оқуға түсірдік. Қазіргі таңда түлектеріміз бітіріп келіп Қазақстанда жұмыс жасап жатыр, шетелде жұмыс жасап жатыр. Біздер көбіне батыс өңірі бойынша жұмыс жасаймыз, бірақ по всему Казахстану біздер талай баланы түсіріп келе жатырмыз. Әр қаладан екі үшеуден түсуі мүмкін, бірақ именно батыстан біздерде көп болып түседі. Енді біздер Польша, Малайзия университеттерімен жұмыс жасаймыз. Бүгінгі тақырып осы жылдан бастап бірнеше Малайзияның университеттерімен жұмыс жасай бастадық. Соның бірі жақында ғана олар бізді тауып, бізге ұсыныстарын тастап, осылай предложение жасап жатыр. Яғни бізде оларды көріп, тыңдап, ұсыныстары ұнады, сіздермен бөліскіміз келіп отыр. Бұл университет қандай мүмкіндік береді екен, көрейік. Кинг университеті 26 жылдан бері білім саласында жұмыс жасап келе жатқан, яғни 2000 жылдар құрылған университет екен. Бұларда көбіне практика және стажировкаға жібереді екен бұл университет. Енді бұл Малайзияны айтпай тұрып, Малайзияның бір кішкене артықшылықтарын айта өтейін. Біріншіден, Малайзия бұл дүниежүзі бойынша топ 20 безопасный елдің қатарына кіреді. Екіншіден, не үшін Малайзияға жіберем дегенде, осы нәрсені естеріңізде болсын, иә. Екіншіден, ағылшын ортасы бар бұл жақта, яғни екінің бірі ағылшын тілінде сөйлейді. Сондықтан кез келген жерде ағылшын дамытатын болады. Үшіншіден, мұсылман мемлекеті, яғни халал тамақтан проблема болмайды. Төртіншіден, өте жақсы сапалы университеттері бар. Әр университет өзінің бір жеке ерекшеліктерімен таңғалдыруда. Мысалы, бүгінге дейін біздер кейбір университеттегі обязательно IELTS деп келіп едік. Енді кейбір университеттер айтады, IELTS-сыз да біз сізді қабылдаймыз деген сияқты керемет ұсыныстар бар. Шынымен де ұбт-сыз, емтихансыз бұл университеттерге түсе аламыз. Қазір байқап отырсаңыздар, тенденция көбіне осы Азияға қарай бет бұрылып жатыр. Қытай, Малайзия мемлекеттеріне осы көп адамдар жаңа оқуға түсіп жатыр. Енді бұл университеттің қандай статусы бар? MyQuest рейтингі бойынша 6-шы орын алған екен. Сонымен қатар бірнеше осындай наградалары бар бұл университеттің. Бұл университеттің тағы артықшылығы Куала-Лумпурда орналасқан, кәдімгі центрда орналасқан. Мысалы, біздерде центрда Астанада, например, Бәйтеректің қасында орналасқан деген сияқты, Куала-Лумпурда Twin Towers деген бір үлкен здание бар, әлемге әйгілі. Соның қасында орналасқан, яғни қатты алыс емес. Екіншіден, международный диплом береді, международный диплом. Яғни ол жақта MQA деген аккредитациядан өтетін, Малайзияның білім сапасын тексеретін және оны аккредитациядан өткізіп диплом беретін ұйым бар. Содан өткен, яғни дипломы международный. Ағылшын тілінде оқытады және стажировкамен жұмысқа тауып беруге көмектеседі. Енді бұл жерде қандай университеттермен? Шотландия университеттерімен, Австралия университеттерімен және Швейцария университеттерімен партнер ретінде жұмыс жасайды. Яғни солармен бірге по обмену, стажировка бойынша бітіргеннен кейін жұмысқа бару мүмкіндіктері болады екен. Осы маған ұнады. Және бұл жақта былай екен. Сіздер білесіздер или білмейсіздер, Малайзия британский системамен оқытады. Яғни олар кезінде Британия колониясында болғандықтан, бұларда білім жүйесі британдық. 11-ші класс бітірген балалар обязательно 12-ші сыныпта оқиды ол жақта. Оның аты Foundation деп аталады. Сол Foundation'ды бірақ мамандығына қарай оқытады. Яғни сіз IT болатын болса, IT мамандығына, бизнес болатын болса, бизнес, немесе бизнес арт деген бар, яғни сондай болып бөлінеді, 2-3 направлениеге бөлінеді. Сонда бір жыл 11-ші класстан кейін Foundation оқиды бұлар. Foundation'ды бітіргеннен кейін бакалаврге түседі. Бакалавр 3 жылдық немесе 4 жылдық деп аталады. Сонымен қатар бұл жақта диплома деген бар. Бұл біздің тілмен айтсақ колледж сияқты. Бірақ бұлар Foundation'ды оқымай, сразу дипломаға оқи алады. Оның қандай артықшылығы бар? 2 жыл 4 ай жаңа колледж сияқты оқып, сол жақта оқып жүріп стажировка өтіп, стажировка және ақылы түрде сіздерге 100-150 мың теңгедей стажировкадан, оплачиваемый стажировкадан өте алады екен. Яғни 3 семестр бойы осылай істеуге болады.
сосын жұмысқа орналасуға да көмектеседі екен бұл университет. Одан кейін жаңа колледжіңізді дипломаны бітіргеннен кейін сіз бакалаврды всего лишь 2 жыл оқиды екенсіз. Сонда сіз фаундейшн оқып жаңағы нені оқысаңыз, бакалаврды оқысаңыз 4 жыл оқисыз, дипломаны оқып бакалаврды оқысаңыз 4 жыл 4 ай оқисыз. Магистратураға да баруға болады, PhD докторға да түсуге болады екен бұл университетке. Енді әр университет әртүрлі мамандықтар оқытады, сондықтан осы университеттің қандай мамандықтарды оқытатынын бір қарап жіберейік, иә. Гуманитарлық бағытта біздерде фаундейшндер бизнес, экономика, бухгалтерия, одан кейін IT направлениесі бойынша фаундейшндер бар екен. Медицина факультеті бар екен. Біздерде медсестра, потом здравоохранение, физиотерапия деген сияқты бірнеше ар жағында салалары кете береді. Осындай направление бар. Одан кейін IT направлениесі бар, әрине кибербезопасность, искусственный интеллект деген сияқты мамандықтарды оқытады. Одан кейін біздерде бизнес және бухгалтер направлениесі бар. Одан кейін білім, социальный наука, әлеуметтік ғылым. Бұл жақта психология, дошкольное образование деген сияқты мамандықтарды оқытады. Және бұлардың үлкен бір фокустарының бірі гостеприимство и менеджмент, яғни қонақ үй менеджменті управлениесі, туризм саласында өте жақсы опыттары бар. Мысалы, балаларыңыз осы салаға оқысы келетін болса, міне осы университетке түсуге кеңес беремін. Өйткені гостиничный менеджмент деген сияқты, одан кейін стажировкалар бар, қазір айтып беремін тоже. Осындай программалар бар. Так, ары қарай кеттік. Кстати, бүгін сіздерге 2 университет туралы айтам. Осы бірінші университетіміз. Қазір бұны қарап алыңыздар. Диплом по государственному менеджменту. Так. Жаңа диплома дегеніміз біздерде 2 жыл 4 ай оқытылады, және стажировка өтіледі. 3 семестр бойы стажировкадан өтеді екен, ақылы стажировкадан. Сонымен қатар жаңағы оплачиваемый стажировкалардың бағасы 100 мың мен 150 мың теңгенің арасында. Осы жақта партнерский оларда отельдер бар екен. Сол жақтан жаңағыдай стажировкадан балаңыз өте алады. Бұл енді ағылшын тілін дамытып, осы салада практикасы көбейеді деген сөз. Оқуға түсу үшін 11 класстың аттестаты жеткілікті, және IELTS-тан, яғни IELTS болу міндетті емес, ағылшын деңгейіңіз B1 уровені болса жеткілікті. Искусственный интеллект бойынша бұлардың жақсы опыттары бар. Двойной диплом береді университет. Шотландияда UVS деген университетпен бірге жұмыс жасайды. Қос диплом алу мүмкіндігі бар осы университетте оқыған кезде тоже. Қос диплом алатын болса, әрине басқа баға болады. Тек бір диплом алатын болса, оқу бағасы басқаша болады. Психология направлениесі бойынша. Егерде міне қазір бүгін тек шолу ғой, егер осы айтқан мамандықтардың сіздерге қатты бір ұнайтын болса, жеке кездесуде, жеке консультацияда біз сіздерге не істей аламыз? Осыны ашып, бөле тағы да подробно айтып бере аламыз. Яғни бізге ұнады, осылай дейтін болсаңыздар. Так, енді бұл жақта оқуға түсу процестері мынандай. Қазақстанда оқуға түсу үшін біздерде жылына бір-ақ рет. Бұл жақта жылына 4 рет. Январ-февральда, март-апрельде, июнь-июльде, сентябрь-октябрьлерде оқуға түсе аласыз. Яғни қазіргі таңда кейбіреулеріңіз ұбт-ның нәтижесін көріп, сосын барып шешім қабылдаймын деп отқан болсаңыздар да, одан кейін де біздерге хабарласа аласыздар. Сұрақтарыңыз болса, қойып отырыңыздар, арасында сұрақтарыңызға да жауап берейін. Так, мына жаққа көп тоқталмаймыз. Магистратура, требованиялары. Так, бізге маңызды енді жататын жері. Университеттің тұрған жері столицада, кәдімгі центрда орналасқан. Университеттердің сбор болады ма дейді. Сбор болады, Айша. Бұл жақта колледжге скидкамен, 25% скидкамен 1 миллион, фаундейшнның бағасы 1 миллион 600. 1 миллион 600 мың теңге сбор болады фаундейшнге.
соны төлеп оқисыздар. Енді бұл жақта университет уже енді кейбіреуінде жатақхана бар, кейбіреуінде жатақхана болмайды университеттердің. Осы университетте жатақхана жоқ, бірақ апартаментте тұрады. Яғни почти гостиница сияқты өте тап-таза, одноместный, потом двухместный и мастер комната деген сияқты бөлмелері болады. Мысалға айтатын болсақ, біздерде мынау 600-800 мың, примерно 80 мың, 100 мың және 120 мың, 80 мың, 100 мың, 120 мыңның арасында ай сайынғы осындай нелері бар. Отель сияқты жерде тұрады, яғни апартаментте тұрады. Оның ішіне Wi-Fi, коммунальный услуга, басқалары да қосылған. Уборка 2 раза в неделю қосылған, кондиционер, парковка қосылған, бесплатно возле охраны. Ну енді, ладно, парковка бізге қатты маңызды емес, бірақ кейбір адамдарға маңызды болуы мүмкін. Сұрақтарыңыз болса, осылай қойып отырыңыздар, өте жақсы. Енді мынандай сұрақ туындайды. Оқу бағасы қанша, және бірінші жылы фаундейшнның бағасы. Мына жерде менде қазір прайс бар, мен сразу қарап айта қояйын сіздерге. Фаундейшнның бағасы 1 миллион 600. Қолдарыңызда ручка болса, жазып отырыңыздар. И бұл бағалар международный университет үшін қымбат емес. Қандай баға екенін айтайын қазір. Фаундейшнның бағасы негізі 2 миллион 150, бірақ 25% кредиткімен 1 миллион 613 мың теңгеге шығады екен. Диплома деген бағдарлама бар. Диплома бағдарламасы бұл колледждің бағдарламасы. Бағасы 1 миллион 800, бірақ 25% скидкамен 1 миллион 400 болады. Егер жаңағы 2 жылдық оқуға түсетін болсаңыз. Енді двойной диплом, 2 қос диплом алғысы келетіндер, фаундейшнді бітіріп, қос диплом алғысы келетіндер, онда бакалаврде 2 миллион 800, почти 3 миллионға жақын екен, бірақ скидкамен 1 миллион 100-ге Шотландияның дипломын аласыз, университет UVS деген. Одан кейін жаңағы университеттікін аласыздар. Осындай. Ол бағыт бойынша бизнес және психология бағыт бойынша бар екен. Осы 2 мамандық бойынша двойной диплом аласыздар. Тағы да ары қарай кеттік. Енді бакалаврдың өзі андай несіз, қос дипломсыз, қос дипломсыз 1 миллион 900 мың теңге, скидкамен 1 миллион 440 мың теңге. Яғни 1 миллион 450 мың примерно, 440 мың теңге. Бұл баға ағылшын тіліндегі орта үшін, международный диплом үшін бұл өте доступны баға. Мен сіздерге айтайын, 1 600 000, 1 500 000 бұл өте доступны баға. Тем более сіздердің балаларыңыздан данный момент IELTS сұрап жатқан жоқ. Қазір бәрі оқуға түсейін десе, IELTS-тары болмай қалып, түсе алмай қалып жатыр да. Қысқаша осы бұл университет туралы, дәл осы университет туралы сұрақтарыңыз болса, төменге қойып жіберіңіздер. Кімде қандай сұрақ бар? Так, Кинг университеті осымен болды. Записті тоқтатамын осы жерден.